Aldım. Top başısı. İsminiz? İstedik ya. Sizin kadar tapırlar. Top başısı. Kutubek. Ya. Şimdi sizlerge sevgili serdim. Birinci. Men sizlerge hozir birinchi topshiriq, ya'ni kimga aldırlashni sizlarga mana yerda ataqli adil jarishlarning ismlari yozilgan. Ya. To'plashishni men sizlarga ko'rsatdim. Siz ko'rsatib turib, uni kelib o'qib, managa yetgan kezingizda sizlar assotsiatsiya orqali aylantirib so'roqqa javob berasizlar. Birinchi qayta to'plasam sizlar aldırlar basasın ya.
түсінде бір-бірін аудару керек болады, ережесі. Жақсы. Отырыңыздар. Қайда? Алдылар. Енді бірімізді шапалақ айтсынша, бақылаймыз. Бірінші алдылар ма бар? Жақсы. Сіздерге қызықты болды деп ойлаймын. Бір сергі алдыңыздар деген ол ойдағым. Енді бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ұлпан романы. Ал бүгінгі сабағымыздың мақсаты қандай? Кейіпкерлерге мінездеме беру және әрқайсысының болмысын, мінездемесін нақты көрсету, иә? Ақпан айының дәйек сөзі қандай? Тазалықпыздық пен жаңашылдық айы, иә? Апта? Өнерлі бала өргеші. Сіздерге енді сабағымыздың бастамасы бұрын Ғабит Мүсіреповтің бір-екі ауыз сөз болса, иә? Сәлеметсіздер ме балалар? Қалдарыңыз қалай? Сіздерге ұлпан романы ұнады деп ойлаймын. Ұлпан романы қазақ қоғамындағы әйел мәселесін көтеретін үлкен роман. Сондықтан да бүгінгі сабаққа өте мұқияттылықпен және жауапкершілікпен қарасаңыздар. Әр кейіпкердің ішкі жан дүниесіне үңілуге тырысыңыздар. Сабаққа сәттілік тілеймін. Әр тапсырманың маңыздылығын түсініңіздер. Ұлпанның бейнесін анығырақ ашуға тырысыңыз. Ғабит Мүсірепов не дейді? Не істейміз? Жақсырақ ашуға тырысамыз. Енді сіздерге бірінші тапсырма, яғни сіздерге топтық жұмыс. Қазір сіздерге тест берілетін болады. Сол тесттің жауабын білген кезде не істейміз? Ана деп басамыз, иә? Кім бірінші басар? Сол сұраққа жауап береді, иә? Содан кейін өздеріңізге алдыңызға тұрған парақтарыңызды есептеп отырасыздар, иә? Ойдан кейін кімдер қашықпай, соны білемін. Түлендік үлкен баласының аты кім? Түлендік үлкен баласының аты? Ызагелді, иә? Дұрыс па көрейік? Дұрыс, иә? Ғабит Мүсірепов туған жылы? 1902? Сөйлесі ма? Дұрыс. Енді ұлпан кімнің қызы? Бір бал. Енді Мырзагелдің мақсаты қандай? Әмеңгерлікпен алу. Ұлпанды сұқарып алған Есеней батыр. Қай кезде құтқарып алады? Шабуыл жасағанда қуғыншылар келген кезде құтқарып алады. Иә. Ары қарай. Алты. Қайда бар? 10. Тағы бір қалсын. Тағы? Қайда бар? 10. Сосын? Қай жерде? 12. Болды, иә? 2. 4 жолдасым. Басамыз, иә? Қай кезде? Sabahleyin ilk başta da kızlar vardı ya. Aha, evet. Artık böyle değişik yaşadık. Hatta tartı
Слушай, что Geçeday. Ага. Geçeday ya. Ara. Üç. Dört. On üç. Al sen gelin balagım. Al sen gelin balagım. Al sen gelin balagım. Ya bu şey balagım bilmem kadarlardan. O artık bence de zaman ilk aydan ya. Aha. Al. Aldayım ısırıyorum. Kadaya da mı? Aşağıda ısırıyorum. Bak. Buluşu çocukların oruna bırakıp herkesi orada koyar da buluşak herkesi ulpanlar kim köprünün balası ulpanlar köprünün balası Suyunun annem herkesi adı orada ya kuru. ulpan romanlar mı? Kuru ya. Böyle şimdi Arkadaşlar yani sizlerge bolların ismikte bolda deb o'ylayman ya. Endi sizlarga kimga qancha to'pda qancha ball? 8. 8 ball. Qaytib? Altınlarda 8 ball. Sizlarga 8 ball. Ya'ni teng ya. Endi to'qnashuvlar o'zingiz emas. Sekin olib, borib topshirasizlar. Yani her toplantı özne yapsırardı.
Taptırlar. Taptır. Екінші. Уверенсіңдер ме? Işte байқап тұрған жоқсыңдар ма? No. No. Болдық. Аха, екінші жұп бітті. Үшінші жұп. Болдық деп қойды. Biz bunu öğrenince, biz birinci olduk. Size de kadasıyla çıktı. Gel, kolum. Yemeğe çekildik. Dasturxanda жедеп тұрып Dasturxan басында oldu hala. Бұл қай кезде деген еді? Ортасында, иә? Яғни, әңгіменің мұрны, иә, ол жерде не істейді? Өзінің топ жолдасымен бірге Сол кездегі дастархан барысындағы бейне. бейне, иә? Дұрыс. Екінші, сіздер. Біз бұл жерде Есенейді көріп тұрмыз. Есеней ол ұлпанның жігіті күйеуі. Күйеуі, иә? Неше жаста болады? 40 жаста. Үлкен бала. Қызына 5 жас болғанда ол қайтыс болып кетеді. Қайтыс болып кетеді, иә? Дұрыс. Яғни бұл кейбір тарих пен деректерде Есенейдің өзі деп келеді, иә? Есенейдің қартайған шағы, иә? Енді үшінші топ сіздерде не шықты? Аттар шықты. Бұл әңгіменің қай жерде? Басында қай кезде? Жылқыларды жайлап айдап бара жатқан. Яғни бұл шұбырған Есенейдің несі? Жылқылары, иә? Енді сіздерге мынандай тапсырма. Осы жерде Есенейге қандай мінездер беруші едіңіз? Есеней Қандай адам Есеней? ол кісі батыр, алғыр. Алғыр, иә? Мына жердегі ұлпанда қандай? Көрікті, ақылды, мейірімді. Аха. Мысалы осы жылқыларды айдап келді ғой. Сол кездегі ұлпанның ақылы қай жерден көрінеді? Ұлпанның ақылдығы Өзінің айыбы ретінде не істейді ол? Жылқысын тастап кетеді, иә? Бұл жерде оның несі білінеді? Тектілігі білінеді, иә? Ал Есенейдің тектілігі қай жерде білінеді? Осы жылқымен өзінің астындағы атты кімге апарып береді? Артықбайға апарып береді, иә? Осы жерде оның ақылдылығы білінеді, иә? Енді дұрыс отырыңыздар. Сіздерге алғалды стикерден таратып. Сіздер не істейсіздер? Бәріңіздеріңіз қараңыздар, иә? Сіздер мына стикерге, әрбір стикерге мінездеме жазып, бірінші топ яғни алтындар тобан Есенейге, екінші топ кімге? Ұлпанға мінездеме бересіздер. Топтық жұмыс бірігіп істейсіздер. Жақсы, мен сіздерге қазір уақыт қоямын. Қай топ бірінші өтеді? Жақсы? Уақыт кетті.
Екінші топ. Есене батыл, жанашыл, мейірімді, ақылды, үлкен. Үлкен? Так. Оның батыр екен қай жерде көрді? Оның батыр екені ұлпанды құтқарған келді. Неден құтқарады ұлпанды? Қуғыншылардан. Қуғыншылардан, иә? Одан кейін оның мейірімді екені қай жерде көрді? Ұлпанды жібергенде. Жоқ, ол емес. Қуғыншылар не істейді? Жібере салды. Жібере салады, иә? Сол жерде оның мейірімді екені көрінеді, иә? Одан кейін есеней кім? Би. Сол кездің атақты биі, иә? Дұрыс. Енді қай топқа? Алтылар тобы. Қаншасы? Алтылар тобы. Капырдың тобында 3 балл, алтылар тобында 1 балл. Енді жақсы? Енді сіздермен бүгін сәтін ойнасақ, шешіп қалдық деп ойлаймын, иә? Барлығымыз орнымызда не істейміз? Тұрамыз. Oyun vermeye ya. Ne yapalım çocuklar? Akıllı çocuklar. Zaten şu basındaki gibi nasıl cevap verseniz sözüne kayıtıp alalım. Nasıl? Oyun basar. Bir süre kaldı mı? Зұлпанды Durunuz. Ana. Kimisi? İslam. Sen de kamerada mı? Zıplandaki kaç yerde bilmiyorum. Keldiğin boşlarını istiyor. Konuşacak ya. Anlatısı. Kimisi? Açıkta kamerada mı? Батыл. Açıkta kamerada mı? Батыл. Onun batı ekmeği kaç yerde bilmiyorum. Оның батыл екені сол ұлпан Var mı? Жақсы. Келесі. Мырза келді қандай еді? Қай жерге келді? ол өзінің інісінің қызының Амин Бекпен алысы келіп келді, иә? Жақсы келесі. Жақсы әнші. Кенжетай қандай еді? Жақсы әнші келгенін білдіңіз. өйткені ол сұлу шаш деген күйді ойнап Шашты ойыннан келеді, иә? Жақсы. Келесі. Мүсіреп қандай еді? Мүсіреп батыл әнші. Иә? Ұлпан қандай қазақ қызы? Ұшқал. Білімді. Ұлпанның бүгіндегі қай жерде көрді еді? Жақсы. Енді сіздермен бүгінгі сабағымыздың Мақсаты ұлпандағы кейіпкерлерді дәріптеу және де
Iya. Onu qanday bildingiz? Biz Ulpan turali ko'p bayonotlarni bildik. Fazla ko'plarni bizga bugungi savol maqsadi qanday bo'ldi? Keyingilarimizdan Aslında bir şey oldu mu? Endi o'ylab bo'lsam, sizga ishingizdir. Sizga kirganingizni shahzodsizlarda, ya'ni Hava, araçlar, tasarruflar, okul tasarruflar ya. Жақсы. Sizlerде gezmiyor. Kız alın. Çok tasarruf var. Ben de katılıyoruz. Kim oldu? Çok oldu. Маған бүгінгі сабаққа қонады өте қызықты болды және біз ұлпан ағамызға өте көп жаңа ақпараттар білдік. Мысалы, қандай жаңалықтар көрдіңіз? Мысалы біз осы кейіпкерлердің не істемесін және ол жерде маған бүгінгі сабаққа қонады өте қызықты болды және біз ұлпан ағамыз жайлы өте көп қызықты ақпараттар жаңалықтар білдік. Мысалы, мен енді ғана білдім, Есенейдің ұлпаннан 40 жас үлкен екен және оның қызы бар екен. Жақсы. Жақсы болыңыз. Келесі. Men бүгінгі сабақта Ulpan романының кейіпкерлерін, мінездемелерін және олардың қандай адам екендерін білдім. Мысалы, бұл қандай адам екен? Мысалы, Ulpan ақылды, текті, білімді. Білімді, иә? Жақсы. Жақсы болыңыз. Men bugungi sabaqda yaxshi және жаман адамдарды tanib bildim және махаббаттың жасқа qarab etdim. Ne түсінбедіңіз сабақта? Барлығын түсіндіңіз бе? Жақсы. Маған бүгінгі сабақ өте қатты болды. Жақсы. Маған бұл сабақ өте ұнады, қызықты мәліметтерді көп алып қызықты өтті. Мысалы, қандай қызықты мәлімет алдыңыз? Мысалға, Ұлпан Есентайды алғанын және де оны Ұлпанды қуғыншылар қуып келгендігін және қуғыншыларды кім қуып жібергенін. Ақылмен қайтарып жіберген. Жақсы, жақсы болыңыз. Бүгінгі сабақта біз ұлпан туралы көптеген ақпараттар білдік және осы сабақ маған өте қатты ұнады, қызықты болды. Түсінбеген жеріңіз болды ма? Жоқ, бәрі түсінді. Бәрі түсінді. Жақсы. Жақсы болыңыз. Кім өзіне қандай бал қояды? Кім? Өзіңізді бес балдан болмаған ең қалай бағалайсыздар? 10? Яғни барлығы 8? 9? 10, ya. Яғни бәрі түсіндік деп